Құрметті Сарқан ауданы тұрғындары мен қонақтары, Қазгидромет мәліметі бойынша облыс аумағында 40 градусқа дейін және одан жоғары аптап ыстық күтілуде. Осыған орай Сарқан ауданы төтенше жағдайлар бөлімі мен Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі қызметкерлерімен бірлесіп, аудан аумағында табиғи өрттердің туындау қаупін азайту мақсатында өрт қауіпті кезеңде табиғат аясында демалыс кезінде азаматтардан төменде өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауларыңызды сұраймыз. Жанып тұрған сіріңке мен темекі тұқылын лақтыруға жол бермеңіз. Орман және дала алқаптарында от жақпаңыз. Жанғыш қоқыстарды шығару және елді мекендердің аумағында жинау, құрғақ өсімдіктерден тазарту және минералданған жолақтарды қалпына келтіру бойынша іс-шаралар жүргізу. Табиғи өрттер туындаған жағдайда өртке қарсы қызметке 101 немесе 112 нөміріне хабарласыңыз. Рұқсат етілмеген күйдіру, ауыл шаруашылығы алқаптарында құрғақ шөптің бақылаусыз қалуы, сабанды жағу және орман мен дала алқаптарында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамаған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 336, 367, 410 баптар бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделгеніне назар аударамыз. Құрметті келушілер мен табиғат пайдаланушылар, орман қауіпсіздігін қатаң сақтауларыңызды сұраймыз.